Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жеңіл дайындалатын, әрі дәмді болып шығатын пирог дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз көпіршей бастаған кезде үстіне қантымызды біртіндеп сала отырып араластырамыз. Яғни біздің қантымыз толық ерігенше, жұмыртқалы массамыз ағарғанша жақсылап араластырып отырамыз. Дайын болған сұйықтығымыздың үстіне сүт, сұйық майымызды құйып, лопатканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырамыз. Осының үстіне електен өткізілген ұн, разрыхлитель, ванилин салып, лопатканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен массамыз дайын болғанша араластырып отырамыз. Пирогты диаметрі 22 см формада пісіремін. Кекс пісіретін формада пісірсеңіздер де болады. Алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін міндетті түрде бөлме температурасында суытып, содан кейін ғана кесіңіздер. Пирогтың бетін сахарная пудра немесе шоколадпен әрлесеңіздер де болады. Өте жеңіл әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!